Адам рахаттанып салонға бару керек. Барыңыздар, біреулер бар, өмірде мысалы қазір айтсаң бәрі мен деп шығады, өмірде бір маникюрге бармаған адамдар бар. Рахат зат қой, өмірде бір шашын өзің бояй салам, құрсын оған ақша кетіргенше деп. Анау деген сенің басыңды жуады, сен бүйтіп отырғансың, сен анда салонда бүйтіп отырғанның өзі сен королеваның рөліне кіріп кетесің. Сен бүйтіп шалқайып отырасың, басыңды жуып атады, біреу тырнағын жүндеп атады, біреу аяғын жүндеп атады, біреу қасың жуып атады. Сен бір өзіңді королева чувствовать етесің. Ана жерде бүйтіп шығасың, соның өзі отдых. Соның өзі кәдімгідей бүйтіп шығасың жаңағы. Үйге жеткенше прическа жасап береді. Соған деген мәз болып келсең, даже соны да қимайсыңдар ғой өздеріңе. Қой құрсын менің өмірімде маникюрге қайшынан бүйтпейін деп отыра берсіңдер. Өзім келсем, қой оған ақша бергенше оны шашымды өзім бояй салам. Сосын шашын қарасам, мына жағы свет, мына жер көк свет, мына жер бірдеңе. Шынымен аяқтың тырнағы қой, оны кім көріп жатыр, оны өзім қия салам қайшынан. Біреу ақша төлегенше. Ал сондай қылып неге өздеріңе кішкене праздник жасамайсыңдар?